игромания дертімен ауыр шалдыққанына 15 жыл болған. Сіз қалай күдіктене бастадыңыз? Қандай әрекеттерінен, қандай сөздерінен бәлкім? Мінезі қиын адам екен байқадым. Қайта қарыздана бастаған кезде уже қорқа бастадым. Менің каспиім почти сапарда болды. Реті келсе мен бірақ сапарды үйдегілерге жамандауға тырысатын тұғым. Туысқандардың қолдауынсыз, бәрі теріс, доссыз, бәрі теріс айналу керек. Атама да, енеме де, анама да алғысым шексіз. Сөйлеспеймін, бітті сапармен араласпаймын деп сөйтіп айтамын папама. Олар ойлайды осы бала үйленсе қояды деп. Яғни бұл бір отбасының қиыншылығы болса, ол енді екі отбасының қиыншылығы. Әрекеттеріміз біз балгерге бара береміз ғой. Мен сапар ойынға тәуелді адам дегенге ұялған жоқпын. Біреу айтса айта берсін. Ол өзіне суицид жасап, сондай кездерде болды ғой. Мен реті кезде сотталып кетпеудің амалын жасадым. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде подкасттың екінші бөлімі, бірінші бөлімі Сапар деген жігітпен болған, екінші бөлімі Сапардың жұбайымен. Ұзақ уақыттан бері ойда болған, жоспарда болған. Бүгін сол кісінің келісімімен, Құдай қаласа, осы сұхбатымызды бастайық деп отырмыз. Бұл сұхбатты ең алдымен мен алғыстан бастағым келіп отыр. Осындай бір шешім қабылдап, өзіңіздің осы күнге дейін бір көрген ауыртпалықтарыңызбен бөлісуге, шыдамдылықпен, төзіміңізбен бөлісуге келісім беріп отырғаныңызға алғысым үлкен. Ол үлкен ерлік. Жалпы бұл бүгінгі сұхбатымыздың мақсаты құмар ойын дертіне қатысты. Құмар ойын дертіне шалдыққан біздің қаншама жігіттердің отбасындағы жағдай қандай? Жұбайлары, ата-анасы, олардың бала-шағалары, жалпы құмар ойын дерті сол кісілерге қалай кері әсерін береді, ол кісілер қандай эмоция мен сезімдерді сезінеді, ол кісілер қандай ауыртпалықтардан өтеді, жалпы қандай күй кешеді, сол жөнінде болмақ. Енді таныстырудан бастайық. Өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Менің атым Әйгерім, Сапардың жұбайы болам. Отандасқанымызға, шаңырақ көтергенімізге 3 жыл болды. Қазіргі таңға бірге тұрып жатырмыз. Енді алғашқы сұрағымды мен жалпы бәрі қалай басталды? Қанша уақыт бұрын сіздер таныстыңыздар? Сіз қашаннан бастап біле бастадыңыз бұл проблеманы? Алдымен содан бастасақ. Біздің негізі танысқанымызға, осы отау құрғанымызға 3 жыл, енді 3,5 жыл болды танысқанымызға. Оның осы, яғни ойын игромания дертімен ауыр шалдыққанына 15 жыл болған. Бірақ мен тұрмыс құрам дегенше бұл туралы білген жоқпын. Біз 3 рет кездестік. Бір-бірімізді ұнаттық. 10 күннен кейін құда түсті. Мен келісімімді бердім. Бірақ қыз бен жігіт болып жүрген кезімізде бір нәрсенің, яғни дұрыс емес екенін сездім. Бірақ ойындарға қатысы бар екен білдім. Бірақ менде ешқандай игромания деген, ойынға тәуелділік деген туралы ешқандай ақпарат, мәлімет менде болған жоқ, білім болған жоқ. Сондықтан сондай білімнің жеткіліксіздігінен енді кейін біліп жатырмын, осындай қиын дерт екені. Жалғыз бұл бір адамның емес, бүкіл семьяның, екі отбасының, менің де отбасымның осы қиыншылығы қазір Сапардың да осындай жағдай. Бастапқы кезеңде білдіртпеуге тырысты, көрсетпеуге тырысты, иә. Сіз қалай күдіктене бастадыңыз? Қандай әрекеттерінен, қандай сөздерінен бәлкім? Менде шына келгенде ақша қарыз сұрады. Машинамды соғып алдым дегенде, сосын жездем бар, ипіме айналысады, тендер ату керек. Но менде ешқандай да күдік болған жоқ. Неге? Себебі айтып тұрмын ғой, игромания туралы ешқандай білім болған жоқ. Ол қандай екені, не екені, ойын, ставка деген тіпті не екенін білген жоқпын. Бірақтан мінез құлқы енді өте қиын екен байқадым. Мінезі қиын адам екен байқадым. Сонда да бірақ жақсы көріп тұрасың, мән берген жоқпын аса. Қай кезде ең алғаш рет білдім, енді сол отбасыға барып, енді келін болып түскеннен кейін уже анаммен, қазіргі енем, анаммен біз жақсы қарым-қатынаста болдық. Сол кезде ең алғаш рет менің ақшаларым
жоқ болып кеткен кезде уже сезе үлкен суммада ақша болды, кетіп қалған кезде уже айта бастады сондай игромания. Сонда да мен сол ең бастапқыда қатты бір уайымдаған жоқпын. Білмеймін не екенін. Бір қиын деп ойлаған жоқпын. Қасымда поддержка енем болды, мамам болды. Бірақ енді қайта қарыздана бастаған кезде уже қорқа бастадым. Яғни менен кредит ала бастадым. Біз қарап отырсам, мен осы кредитный историяны қараған кезде 100-дей кредит алып тастаған екенмін. Сол үлкен кредиттерден Home кредит, Каспий, Жусан деген болса, қалғанның бәрі екінші дәрежелі банктер, яғни займдар. Сырттан қараған адамға енді бұл да бір сау адамның іс-әрекеті емес қой, енді білмеймін, бірақ неге мен осы қайта ала бердім, өзімді тоқтатпадым, оны білмеймін, бірақ өзім де сондай кредитке кіріп кеттім, өзіме де қиыншылықтар бола бастады. Сөйтіп енді өте қиын, игроманияның қиын екенін сол кезде уже дерс екенін түсіне бастадым сол кезден бастап. Төзіміңіз, шыдамыңыз бір таусылайын деп қалған кездер болды ма? Төзім, шыдам, иә, болды. Біз уже ол үйленгеннен кейін 3-4 айдан кейін уже өзі де айтты, мойындап, суицид, яғни өз-өзіне қол жұмсай бастады. Оны еще менің көзімше де істеген кездер бар. Менің енді қасында болдым сол кезде. Вот сол кезде вообще уже қорқа бастадым. Мен қатты кредитке кіріп кеттім. Ай сайынға төлейтін сумма өте көп болды. Мен қыз кезімде ондай неге кредитке жақын болған жоқпын. Менде өзімде машина болды. Тұрмысқа себебімен кеш құрдым өзім. Машинамды да сатып жібердім. Алтындар ломбардқа кетті. Уже 2 жұмыс істеп, өзім бір жұмысымен қатар қосымша тағы жұмысым болды. Ол ақша да қарыз жабуға кетіп жатады. Одан бөлек ол қарыз алған қоймайды. Мысалға, менде неге қарызға көп кіріп кеттім десем, яғни ол займдар алған кезде үйдегі мамаға, басқаға Әйгерімнің қарызын жабайық, Әйгерімнің займдарын жабайық деп айтты. Как будто ол мен Сапардың емес, менің қарызым сияқты да. Сапардың маған жаны ашып жатқан сияқты. Менің оған емес, мен де оған бір көмектесуім керек сияқты, адам сияқты болып тұрдым. Енді қазір көп ізденістер болды одан кейін. Бұл не, қандай дер? Ютубтарды ақтардым. Сіз сияқты инста-блогерлер, игромания жүргізетін блогерлерді қарадым. Өзімде де, бағана айттым ғой, мен де сырттан қарағанда дұрыс емес адам, яғни мен де психикалық емді қажет ететін адам сияқты өзіме де біліне бастады. Яғни бұл психологиялық өзінің атауы бар екен, созависимый деп аталады. Яғни бұл қандай адамдар? Яғни өзінің өмірін, көңіл күйін, психологиялық жағдайын басқа да бір тәуелді, яғни басқа адамдардың іс-әрекеттеріне, көңіл күйіне тікелей тәуелді етіп қояды. Яғни мен өзімнің өмірімдегі бақытым мен тыныштығымды, яғни күйеуімнің соның өмір сүру салтына байлаулы еттім. Ол ойындар ойнайды, қарызға кіреді, мен оның проблемаларын шешуге тырысып тұрамын, кредит алу деген сияқты. Ол маған Сапар уәделер береді. Ол уәделер орындалмайды. Ашуланам, жылайым, күйінем, бірақ түптің түбінде кешіріп қоям. Неге? Мен Сапарды ақтап алып отырамын әркез. Ой, ол деген қарызға кіріп кетті, қарыз болмағанда бұны ойнамайтын еді ғой. Яғни ақтап алып отырам, өзімде сол мүмкін көмектескім келіп тұрады ма? Ол адамдардың да өзінің бір белгілері бар екен ғой. Сіздердің орталықтарыңызда тек Сапармен ғана емес, бізбен де қатар жұмыс істеді. Яғни оның туыстарымен. Сол кезде ол көбіне қандай адамдар осы жақын болады? Яғни өзіне мынандай жоқ деп өз шекарасын қоя алмайтын адамдар. Шекарамды қоя алмағанмын. Менің Каспиім почти Сапарда болды. Енді қарызға кіріп жатырмын ғой.
И тағы да ол сіздердің нелеріңізде үйреткені, орталықтарыңызда, біз ана қазақта я дей беретін адамды бір ақ көңіл деп айтамыз ғой. Ешқандай да ол ақ көңіл емес. Яғни өзіне бір сенімсіз адам ба, сондай біреуге ұнағысы келетін адам, жоқ десе ол адам ренжіп қалатын сияқты. Өзінің оның да психикалық атауы бар екен, people pleaser деп. Әркімге жаққысы келе беретін адам. Сондай адам болдым ба, білмеймін, осы неге енді қарыздарға кіріп, осындай жағдайға душар болып отырмын. Енді біз сіздерден тегін ем алдық қой. Егер менде де сондай, бізде де кішкене не болса, мүмкіншілік болса, ақша төлеп болса да емделгіміз келер еді, бірақ мүмкіншілік болмай қалып тұр. Қарызға кіріп кетіп тұрмыз. Енді қателеспесем, менің білуімше, түсінуімше, Сапардың емделуге шешім қабылдауына сіз үлкен әсер еттіңіз. Иә. Сол процесс қалай болды? Иә, негізі қандай жағдайда игроман емделуге енді емделуге я деп айтады. Қандай? Оны да бірінші зерттей бастадым. Яғни әр нәрсенің өзінің мынандай шарықтау шегі болады. Сол сияқты игроманияда дно деп айтқан дно. Яғни ол адамның еш нәрсесі қалмау керек. Жұмыссыз, туысқандардың қолдауынсыз, бәрі теріс, доссыз, бәрі теріс айналу керек. И сосын енді Сапар почти жұмыссыз қалып, көбіне үйдегілердің қолдауы уже кете бастады. Өзі сізбен подкастында да айтты ғой, көп нәрсеге білдірді, уәдесін орындамады дегендей. И сол кезде мен уже қолдау бердім, ақшалай емес, тек ауызша. Сапар барлығының реті келсе, мен бірақ Сапарды үйдегілерге жамандауға тырысатын тұғым. Ешкім қалмаса екен қасында қолдайтын. Ал мен өзім тек ауызша қолдап отырғым келді оны. Сапар, сен бізге керексің. Көріп тұрсың ғой, сен уже ешкімге керек емессің, сенде дым жоқ, сен емделуге тырысшы деген сияқты қылып, мен оған уже сондай қолдауларды бірақ үзген жоқпын. Маған керексің, всегда айтатын, сен маған керексің. И сосын енді ол папаның бір подкастында айтады өзі, подкастен сізге инстасында, папаның уже ақшаларына, Каспийне ақшасын ала бастайды, уже мүмкіншілік болмай қалады біз үйде тұруға. Бізбен тұрған кезде негізі атама да, енеме де, анама да алғысым шексіз, олар бізді еш нәрседен тарықтырған жоқ. Енді Сапарға қанша оған деген реніш болса да, бізді еш нәрседен тарықтырған жоқ. Сондықтан Сапарға шыдау керек болды, бізбен бірге тұрды. Сапар ешқандай да енді үйге ақша келмесе де, енді оның тұратын жері бар. Жұмыссыз болса да ішетін тамағы бар. А ол адам негізі игроман бәрінен айырылу керек қой, тұратын жерінен де. Сол кезде ғана ол уже дно тымсыз қалған біледі. Соған сөйтеді. Бұл менде мынандай екі жағдай болады. Біріншісінде мен 1,5 жылдан кейін ол Алматыға кетеді. Алматыға кетіп бара жатқан кезде мен ол кезде де папамен ұрысып қалды, бітті, мен өзім өмір сүремін деп. 50 мың теңге тауып беріп жатқан кезде мен Сапарға қараймын, өзгеріс бар ма? Кетіп бара жатыр, ол қуанышпен, кеттім, давай. Уже менде де психолог бола бастадым ба? Вот бәрібір ешқандай да бұда өзгеріс болмайтын сияқты. Уже ол жақта да жүргенде де ақша сұрап тұрды. Мен реті кезде сотталып кетпеудің амалын жасадым. Енді болады ғой, қарызын төлемеген жағдайда да қазіргі таңда арыз жазса, сіз енді жауап бересіз полицияның алдында. Ал екіншінде енді осы Астанаға кету керек болды. Сізбен жолығатын кезінде. Астанаға кетіп бара жатқан кезде ол мен ақшаны жолының ғана ақшасын тауып беремін. Ол тамаққа да ақша сұрамайды. Уже болады осы дейді. Уже мен байқай бастаймын, басқа бір өзгеріс бар сияқты. Телефонмен, бірақ сол кезде де айтамын, Сапар, сен бізге керексің. Реті келсе емделуге тырысшы, емделейік. Болмаса біз үшін өзгеруге тырысшы деп ертін. Екі балаң сен бәрі қажет етеді. Ажырасқың келмейді сен маған керексің. Кетіп бара жатқан кезде ол телефонмен сөйлесеміз екеуміз. Әйгерім, қараш, осы жердегінің барлығы бақытты. Біреулер баласына бара жатыр, біреулер тойға бара жатыр. Ал мен бақытсызбын. Менің қасымда ешкім жоқ деп жылайды. Ол менде бір үміт, сол кезде үміт болды. Сапар уже бірдеңені түсініп келе жатқан сияқты. Сөйтеді да ол кетеді.
менде сотка қалмайды. Ол сотканы всегда мен соткамның бәрін әйтеуір сапар алып кететін. Ой, қойшы ажырасамыз ғой дейді еще. Сосын мен сотка алғым келмеді. Ойладым, папам үйдегі алып берейік, үйіңе хабарласасың ғой, папа алып бермей ақ қойшы, егер маған сен сотканы алып беретін болсаң, мен алып беретін болсаңыз, мен ол сапармен как штык мен сөйлесем, әйтеуір қиналып бара жатса Каспийне аударып жіберетін сияқтымын. Қалай тапсам да алып бермей ақ қойыңызшы, папа, мен керегі жоқ, вот сөйлеспеймін, бітті, сапармен араласпаймын деп сөйтіп айтамын папама. Сонда да бірақ папа алып береді. Сосын келем да сол күні отырам да инстаны ақтарам. Бірақ мен ол жерде қалай істеймін, ойын құмар мен сізді негізі 2023 жылдан бастап танимын. Ол кезде ондай сіз мынандай инстаны сауатты жүргізетін блогер болған жоқсыз. Енді игроманды қазір күшті болып жүргізіп дамып кеткен екенсіз. Сол кезде қара отырып сізден кеңес сұраймын. Сіз сразу ерінбей үлкен аудиомен тұрып, жақсы осындай нәрселер, осы алған нәрселеріңді айтасыз маған. Өзімнің сол кезде біраз мен инстадағы біраз адамдарды іздестірдім. Оларға жазған кезде жазылыңыз, 10.000 теңге деп айтады. Өзі қиналып жүрген адамда қайдан 10.000 теңге болады ол кезде. Сіз маған сол кезде ұнап қалғандығыңыз. Кейде қолым босаса сізді тіркелген жоқпын, бірақ қарап отыратын тұғым. Ойын құмар деп қана іздеймін сізді. Қалғандары игромания, лудомания деп іздесек. Тағы да әйтеуір Алланың сәті салып, Аллаға шүкір мыңда бір, сізді сол күні келдім да, новый сотканы алғанда сразу ойын құмар дедім. Сіз шықтыңыз, сізге кірдім, не жаңалықтар бар екен. Бірінші постыңыз емес, астына түсе бердім, бәрін қарап шығам. Сосын сол кезде ананы көріп қаламда қуанам, енді тегін ем бар, бірақ мен оны толықтай оқымаймын. Толықтай оқымаймын, тегін ем. Сапар қарашы, сосын бірден сізге бірінші мен жазам. Сондай біздің анамыз қайтыс болған. Өзімнің анам ауырып жатыр. Сосын бізге енді төлейтін шынымен де ақша жоқ, бірақ осыны біз емделгіміз келеді тегін деп. Сіз айтасыз, маған сапар тікелей шықсын дейсіз. Мен сапарға не қыламын, сапар шықшы, осындай бар екен, қарашы наны. Мүмкін емес, тегін ба дейді, мүмкін емес. Анық бірдеңесі бар ғой дейді. Мен тегін қазір қарап көрейінші дағы десем, ары қарай бар екен шарттары. Яғни ол адам жасырын емес, ашық түрде сұрттың алдына шығып, өзінің историясымен бөлісіп, сосын осындай бар екен, келіспейді екен ғой дедім. Бірақ сосын сен өзгергің келе ма? Сен бізге керексің, біз саған керекпіз ба? Болашақ біз сенің қасыңда мәңгілікке қалмаймыз. Мен өзім енді балаларым бар, 2 қызым. Маған 2 қызым керек. Яғни ойынға тәуелді адаммен тұру өте қиын. Ол біріншіден балаларының да қызығы енді балаларыңның өміріне де өте не ғой. Олардың тойын төлей алмайсың, қатыртып жүргізе алмайсың, қалаған киімін киізе алмайсың. Өзіңнен бұрын, өзің кие алмағаннан бұрын балаларыңды ойлайсың да. Біз керек болсақ, сен емдел. Бірақ ол айтады, анам үшін, анам осы. Оған қуанып кеттім, біздің мамамыз өте керемет адам болды. Аллаға мыңда бір шүкір, сондай адамды кездестіргеніне маған. 1 жылда енді көп отырып екеуміз сөйлестік, мамам үшін емделгім келеді. Сосын бала әрине мен қыздарым үшін деді. Сөйтіп ол, онда сіздің номеріңізді бердім, шық онда деп. Сөйтіп сіз бізге солай жолықтыңыз. Сіздің әсеріңіз көп тиіпті ғой бұл нәрсеге, жақсы. Енді 15 жылға созылды деп жатырсыз ғой, жалпы ойынмен танысып, ойнап келе жатқанына. Сізбен қосылып, сіз осы проблеманы сезе бастағаныңызға 3-4 жылдың көлемі болды дейсіз. Отбасы мүшелерімен қарым қатынастарына қалай әсер етті? Сіздің эмоционалдық жай күйіңізге, көңіл күйіңізге, денсаулығыңызға мысалы? Денсаулығыма да әсер етті. Ашушаң. Яғни енді тұрмыс құрғаннан кейін қосаққа енді бала көтересің. Енді ол кезде тыныш болу керек. Мен бірінші жүктілігімде тыныш болған жоқпын. Мен всегда енді қарызым өте көп та, соны біріктіргім келетін. Барлық банктерге барып шығамын, қайсысы маған рұқсат етеді.
ешкім рұқсат етпейді, даже маған кредит шықпақ түгілі біріктірмей, ол кезде қатты бір енді қарызға сондай қарыздарымды өзім шешкім келді. Сосын сол жүктіліктің кезінде қарыз көп, босанатын уақытында менің клин банктер шыға береді ғой маған. Сондықтан өзім де босана алмадым дегендей. Балам, қызым, бірінші қызым мазаң болды өте, ұйықтамайтын да. Одан сайын маған қиын болды. Сол өзімнің денсаулығыма дегенде сол жүктілік барысында ғана қиыншылық болған шығар. Ондай ауру деген еш нәрсе болған жоқ. Бірақ енді отбасына міндетті түрде әсер етеді. Үйдегі ата анаға да, екі отбасыға да. Мен негізі айтар едім нелерге, ойын ойнайтын балалары бар ата аналарға. Олар ойлайды осы бала үйленсе қояды деп. Жоқ, сіз ол ауруды еселейсіз. Яғни бұл бір отбасының қиыншылығы болса, ол енді екі отбасының қиыншылығы. Бір ата ананың күйіндіріп отырған бала басқа да ата анаға уже анасының, қызының бақыты үшін олар не істейді, уайымдайды. Ол ата ана да уайымға. Ешкім өзінің қызының ажырасқанын қаламайды. Бір қиыншылық болып қалса ажыраса сал дейтіндер де бар, мысалы өтірік емес. Всегда айтатын, игромандар өзгермейді, ажырасай дейді. Ал сені ата анаң қабылдай ма? Анаң қабылдайды, бірақ біз Қызылордада тұрамыз ғой. Бізде қазақы салт дәстүр, біздің әкеміз әсіресе ажырасуға түбегейлі қарсы адам. Ол кісі де мемлекеттік қызметкер. Сондықтан мен папам әсіресе қатты ажырасуға қарсы болды. Менде даже папамен үлкен қарызда тұрмын. Енді бұл қарызымды еселемесем, бұны мен азайтпаймын, ажыраспасам десем, Әйгерім осыны жауып таста да, сен Сапарды емдеші дейді ғой. Соған жұмыс істеші, соған ақша тапшы дейді маған папам. Папам негізі өте ақ көңіл адам. Сондай сөйдеп айтатын. Мамам да ең соңында мамам қазір қатты ауырып қалды. Бірақтан всегда айтатын, енді өзіңді ойла, ажырасай дейтін еді. Бірақ уже қатты ауырып жатқан шағында сен мықты әйел болған, енді келін ба жұбай болған жоқсың ғой. Себебі кейбір әйелдер осы күйеуін игроман болса, соны емдеп алып жатқандар бар ғой. Сен просто мықты емес болып тұрсың ғой дейді маған. Қатты етін сөзсіз. Енді қараңызшы, сіздің орталығыңызда неше маман бар. Оны қалай бір әйел ол игроманды, тем более 15 жылдық стажы бар игроманды емдеп шыға алады. Мен емдеп шыға алған жоқпын, бірақ жол көрсете алдым деп ойлаймын сіздердің орталықтарыңызға. Орталыққа дейін сол емдетіп көрдіңіз бе? Жалпы ұсынып көрдіңіз бе? Емделу жағын. Мүмкін бір әрекеттер жасап көрген шығарсыздар. Мүмкін өзіңіз бірдеңе жасап көрмекші болдыңыз. Енді құр отырған жоқсыздар ғой, бір әрекеттер жасаған шығарсыздар. Әрекеттеріміз біз балгерге бара береміз ғой. Сол кезде айтқандар бар. Ер адам көмектеседі дейді. Не ер балгер кісі, не білмеймін, ер психолог па деді. Шынымен сондай нәрсе келіп бізге айтты. Одан кейін барасың, как будто бір ажыраса сал дегенде естуге барған сияқты болып барасың. Бірақ всегда айта беретін, қояды дейді всегда. 2-3 үйіне барып тастады ғой. Енді сіз айтпақшы, бір посттарыңызды көрсем күлкіме кетеді кейде. Біріншіден емдетуге әрине емдеткіміз келеді, бірақ қаржы жоқ. Екіншіден Сапарға емдеші десең, мен ауру емеспін дейді. Сен қарызым болмаса, мен қоям дейді. Менде мынандай 1,5 жылдан кейін мынандай болды. Алматыдан келгеннен кейін мен жұмыс істеп жүрдім, бірдеңе кредит шығардым. Оның адамдардағы қарызын жауып тастадым. Финансовый менде білім болды. Мен арест шешем, страховка, бәрін уже үйреніп алдым. Оның барлық нелерін, аресттерін шешіп тастадым. Яғни жұмысқа түскен жағдайда ода арест қойылмайды, яғни ақшасын алынады. Оған керек тек ақша ғой кіріс. Мен ойладым, қояды шығар. Бірақ уже сол кезде бастап уже көзім жете бастады. Жоқ, ешқандай қарызға байланысты емес. Неге? Уже қарыз жоқ. Енді аресттің өзі 6 айдан кейін барып мазаламаса мазаламайды ол да, шешіп қойғаннан кейін. Сосын барып, ой, ол қарызға байланысты емес екен. Ал емделуге келгенде жоқ, мен деген емделмеймін, мен ауру емеспін, мен қоя салам. Просто осы қарыз қысып жатыр деген сөз өзі айтады ғой. Енді мен сізге берген сұхбаттарында ол ешқашанда өзінің қоюға талаптанбағанын білдім. Ол маған талай айтатын қоям деп, ал бірақ өзінде ондай болған жоқ.
енді білдім ғой сізге ондай менде болған жоқ деп. Тек қарыз алу үшін иә деймін, кредит алдырып алу үшін, қарызымды жаптырып алу үшін дегендей. Мен андай біз енді сапар такси болып та жұмыс істеп көрдік. Мен жамандай бергім келмейді. Сапардың да жақсы қасиеттері бар. Қолына бір ақша түскен жағдайда бірінші очередьте өзінің балаларына, енді кішкене болса да балаларының бір қызын, үлкен қызын қатты жақсы көрді. Бәр нәрсені конфет анау мынаумен әкеп беріп тұрды, бірақ сонда да қарыздары өзінікін жаппайды, ақша арендасы бар ғой. Сосын оны тағы да қарызданамыз оны аренданы. Ол кішкене сумма жетпей қалса соны шығарам дейткен да ойынға салады екен. Мен басында сол екінші рет тағы да осы қоюға беттеп жатыр ау деймін деген ойлар болды, бірақ жоқ. Ол кезде де сондай ойын маған көрсетпей ұнауға тырысқан. Солай. Енді сізге мен сұрақ қойып жатсам, сіз өзіңіз туралы емес, сапар туралы айтып кетіп жатырсыз да. Иә. Бұл да сол жаңағы тәуелдестілік деп жатырмыз ғой, созависимость. Соның да бір белгілерінің бірі ғой. Өз сезімдеріңізді сезінуге жалпы рұқсат бересіз ба? Енді сапар құмар ойын әлемінде жүрген кезде жалпы бала тәрбиесі болсын, отбасылық уақыт өткізулер болсын, соған қатыса алмаған шығар бәлкім, иә. Сол кезде сіздің сезімдеріңіз қандай болды? Маған сол қызық болып отыр. Бірінші сіздің жауабыңызға неге сен сапар туралы айтып кетесің? Бағанағы созависимость дедіңіз, сол ғой. Яғни мен өз өміріммен өмір сүрген жоқпын. Өзімнің ішкі яғни көңіл күйіммен өмір сүрген жоқпын. Мен қарап тұрсам сапардың барлығы сапармен қатысты болған. Ал мен бірінші жауапкершілікті алса екен дедім. Всегда енді ойнайтын адамдарда жауапкершілік жоқ қой. Сапар жауапкершілікті алса екен, сезінсе екен. Енді кішкене барлық нәрсеге, енді баланың тәрбиесіне де ақша анау мынау киім дегенде жүгіресің ғой. Бірақ сонда да ол енді ер адам екі есе алған жақсы ғой жауапкершілікті. Сол менде. Бірақтан мен оны андай жаман әке немесе баланы қарауға қарамады деп айта алмаймын. Ол егер ақша болмаған жағдайда да енді балаға келгенде маған көмектесу болды. Жұмысқа шыққан кезде баланы қарап отыру деген сияқты, одан кейін мен аламын, ол жұмысқа шығады деген сияқты. Бала тәрбиесіне келгенде мен ешнәрсе айтқым келмейді. Андай ақшалай болмаса да қолдау болды, ол қарап көмектесіп. Екінші қызымды босанған кезде де мен енді екі баламен қиын ғой. Алғашқы мен сапар бір әрі кетсе мен бір 10-15 или бір ай ғана ма сол кезде өмір сүріп, одан кейін сіздердің Астанаға кетіп қалдым. Сол кезде де үлкен қызына өзі қарап отыр. Мынандай атам да қарайды ғой, атамның көмегі. Негізі атам үйде үлкен рахметті мен атам айтқым келеді. Бізде негізі ажырасып кетуіміз әбден мүмкін ғой, бір мықты әйелің қандай мықты шыдамды екен дейді. Шыдамдылықта емес мәселе. Үйде маған қолдау болды. Атамнан қолдау болды. Анам енем тірі кезде енемнен қолдау болды. Егер мен өзімнің ата-анамнан қолдау болды, оларды айтпай қою мүмкін емес. Анамнан қандай қолдау болды, әкемнен қандай. Егер осындай қолдау болмаса, негізі ажырасып кетесің. Неге? Сен де қарызсың өзің. Ол адам сені қарызға тыға береді. Біз андай тамақпен, үй бар, барлығы енді аталарымыз сөйтіп қамтамасыз етіп отырғаннан кейін. Сондықтан жауапкершілікке келгенде де біз екеуміз де әзірге қатты бір жауапкершілік алмаған сияқтымыз ғой. Үлкен жауапкершілік атамызда тұрған сияқты. Бізге енді осыны ажырасып кетпей семья болып отырмыз. Себебі біз қазір шына келгенде 3 қана жыл тұрмыс құрғанымыз, үйленгеніміз, отау құрғанымыз. Мен көп байқайтыным, келіндерді көп кінәлайды, кінәні сол жақтан іздейді, өздерінің баласын ақтап алғысы келіп отырады. Сіздерде басқаша болған сияқты. Жоқ, иә, басқаша болды. Бізде сіздің историяңызды бір подкастыңызды көргенімде сіз туралы, как будто бұл сіздің өміріңіз емес, біздің өміріміз сияқты. Сіз айттыңыз ғой, келін ата-анама менен жақын болып кетті деген. Сондай айттыңыз ау деймін. Сол сияқты бізде де сондай болған сияқты. Қолдау маған көп болды. Мені жамандаған емес.
менің түсініп отырғаным қазір жалпы ажырасып кету ол шешім емес. Мен оны әр жерде айтып отырамын, өзім соған сенем. Ажырасып кету ол құмар ойын дертінен айығып кетудің шешімі емес. Ақшалай көмектесу ол көмек емес, қарыз жауап беру деген ол көмек емес. Ең үлкен көмек емдету, және балаңыз енді үйленген болатын болса, келініңізге қолдау көрсету. Ол өте маңызды. Өйткені күйеуің бола тұра жалғыздықты сезініп өмір сүру ол өте қиын. Мен енді бұл сұрақтарды не үшін қойып отырмын, өйткені өзімнің де басымнан өтті ғой бұл дүние. Мен де кезінде отбасы құрғам, бірақ енді біз ажырасып кеттік, бізде соңына дейін барған жоқ. Бірақ жаңағы айтып отырғаныңыз бойынша үйде менде сол келінді жақын тартатын, мен алшақтай бастайтынымда, хотя отбасы мүшелерінде бәрі бір-бірін жақын тарту керек қой, жұмылып тұрған жұдырық сияқты, түсінікті. Алматыда болған кезде қарыздарын жауып жүрдім дедіңіз, жалпы не үшін қарыздарын жауып жүрдіңіз әрдайым? Әрдайым. Бұл да менің тәуелді адамға деген байланып қалу менің, яғни бұны да сіздердің орталықтарыңыз айтады ғой. Бірінші енді емделуді қажет ететін, яғни басқа да бір мәліметтерді қажет ететін адамдардың бірі болған шығармын. Немесе бір как будто бір сапардың қарызын жаппасам, ол менсіз өмір сүре алмайтын сияқты болып жабу. И маған керек адам болды десем де болады. Мен білмеймін, как ол өзіне суицид жасап, сондай кездерде болды ғой. Соны көрген кезімде, бір мен көз алдымда істеген кезде сондай бірдеңе білдіріп қоя ма деп те қорқатын тұғым. Сондықтан әйтеуір жаба беретін тұғым қарызын. Басында енді одан кейін барып мен басқашалай шешімді өзгерттім ғой. Себебі мен өзімнің кері әсерін тигізіп жатқанымды білдім. Яғни көбіне адам осындай балалардың, ойынға тәуелді балаларды үлкен кері әсер ететін адам, ол қасын жауып отырған адам. Өздігінен ем алуға, өзінің емді қажет ететін адам екенін мойындатқызбайды ол адамдар. Яғни қолайлы жағдай жасап қойып отырады. Қазірде жалғыз мен таныстарым, мені білгеннен кейін таныстарымның да, бұл өте бір таралып кеткен дерс екен ғой, таныстарымның да ішінде шығып жатыр. Ағам дейді, біреу айтатын, күйеуім дейді. Кеше ғана миллион жауып едік, бүгін тағы да кіріп кетіпті. Біз оны ұрдық. Енді менің тәтем оны аяп тұрады ғой дейді. Төлейік, қарызын төлейік. Төлемеңдер. Ол өзі еще жазады екен, суицид жасайын бірдеңе деп. Төлемеңдер, төлесеңдер ол қайталана береді. Бұл манипуляция. Бұл сені қорқытып жатыр әшейін. Өлем деген адам негізі енді жетіп жатыр ғой миыма. Өлем деген адам мен өлейін деп жатырмын деген смс-ті жазбайды. Немесе сенің көзің шегеп, әйгерім мен өлейін деп жатырмын қара деп істемейді. Өлем шынайы өлгісі келген адам, өмірден түңілген адам барады да өле салады. Ал бұл тек манипуляция, сені қорқыту. Сенен қалай да бір ақша алып кредитін жапқызудың жолы. Қарыздарын жапқызудың. Суицидтік әрекет болған кезде сіздің состояниеңіз қандай болды сол кезде, соны көрген кезде? Ең басында қорқып кеттім. Бір көзде айтады ғой, мына жағымда. Мүмкін мен ойлаймын енді ол игроманиямен қатар алкоголизм бірге жүреді. Яғни ол игромания ойнайтын адам өзінің енді ұмыту үшін барлығын ішеді. Тіпті Құдайдың құтты күні жалғыз өзі отырып ішеді. Дос жоқ қой уже ол адамда. Ешкім қалған жоқ. Сол кезде не істейді ол? Оны шынайы істеді ма, шынайы істемеді ма білмеймін. Бірақ маған өте қатты енді қорықтым. Сол кездерде де енді көмектессе екен деп, мен өзімнен көмек болған жоқ, мен де қарсы қарап кеткенмін. Сөйтіп отыратын көмектессе екен, как будто мен өліп қалатын сияқты, қайтыс болатын шығар деп. Мен еще кінәнің бәрін сөйтіп айтқан кезде өзімде бір кінәлі адам сияқты, Алланың алдына барғанда кінәлі адам болып баратын сияқты болып сезінемін өзімді сондай. Өзіне тағы да бір айтты, газды шығардым деп. Ол кезде де маған менің неме шықты да. Соткама, мен өзімнің емде жатырмын. Ажырасамыз бітті деп. Маған өлейін деп жатырмын, газдың барын шығардым. Саған шынына келгенде сөйтіп, егер мені көріп отырған игромандар бар болатын болса, сөйтіп әйеліңізге келіп смс жіберіп, тағы да бір как будто оған кінәлілік сондай бір не қалып қалатын сияқты, мен құтқарып қала алмадым деген. Оны енді ол да бір, егер ол адам өліп кеткеннің өзінде
өмірдегі үлкен өзіне, әйелдің, жұбайының өзіне қалған бір ішкі бір қиыншылығы ма, ол да бір өмірде үлкен нәрсе, өзіне кінә артуы ғой. Мен енді көмектесе алмадым, менің кесірімнен деген сияқты болып қалуы мүмкін. Манипуляциялардың бір түрі, кінәнің бәрін басқа біреуге ауыстыра салу ғой. Сен кінәлісің. Бағана айтпақшы, енді ата-анасымен де қарым қатынас кішкентай ажырай бастаған кезде, бауырларымен де ажырай бастаған кезде, сен кінәлісің деген сияқты, сенің кінәң деген сияқты сөздер болды ғой орта немесе. Сол сізге қалай тиетін еді сол сөзге? Өте қатты ауыр тиеді. Мен шынымен өзімді қатты кінәлі адам сияқты. Мен жылайтын. Мен мамам қайтыс болған кезде де, енем қайтыс болған кезде де, ене емес, бір мама деп айтатындай, анам деп айтатындай кісі, жалғыз Сапар ғана емес, барлық адамдарға жаны ашып отырады, өзі дәрігер тұғын. Түнімен өзі бір сутка ұйықтамай келеді, немесе 2 сутка ұйықтамай келсе де, басқа Сапардан бөлек басқа біреулер де айтса түнімен ұйықтамай, одан қалды менің қызыма қарайды мазаң. Сол кезде сол кісі қайтыс болғанда да как будто мен де кінәлі сияқты болып қалдым. Менің де кінәм бар сияқты. Білмеймін, бірақ енді қар жапқан кезде ол менің де қарызымды жабуға тырысты ғой кейде. 1-2 рет маған көмектесті дегендей. Сол жаман кінәлі сияқты жылайтын тұғым. Мүмкін басқа біреулер де ойлаған шығар, әйел екеуінің кінәсі деп. Бағана ерте осы игромандарды үйлендірудің тағы бір қасіреті сол ғой. Яғни ол ата-анада бір өзінің проблемасы бар еді, баласы. Енді оған әйелі қосады. И одан кейін оның балалары қосылады. Оның бағып отыр ғой почти солар. Сондықтан менде кінәлі өзімді, осы ең эмоциялардың ішіндегі ең қатты өзімді кінәлау деген менде көп болды. Көп жылайтынмын деп айттыңыз да, бірнеше рет естіп қалдым. Көз жастың төгілуіне не түрткі болатын, не себеп болатын, основном жиі болатын? Мен осының енді бағанағы сияқты ғой. Кейде Сапарға айтылған қатты сөздер маған да тиіп кетіп жатады. Мен кейде Сапар қарыз алып бірдеңе білдіріп жатса, мен соның бір несі сияқтымын, андай жақтасы сияқтымын, соған істеп алып беріп отқан. Үйдегі заттар сатылып деді. Мен Сапар уже тыпырши бастағаннан мен білеттім, үйде бірдеңе кетейін деп жатыр. Мен неге оны алып қалуға тырысам? Біріншіден, как будто мен оны Сапар емес, мен Сапарға беріп отқан сияқтымын, бар, мынаны өткізіп кел деген сияқты. Мен де өзіме де маған да кесір тиіп кетіп жатыр да. Мен ойлаймын, даже мен де ойлайтын шығар, әйелім де алып беріп, сол кредит әдейі алып беретін шығар деген сияқты ой болатын шығар деп ойлайтын тұғым. Өз-өзімді. По идее, мен оны ондай істемейсің ғой, ешкім істемейтін шығар деп ойлаймын. Бірақ қазір естіп жатырмын, күйеулерімен қоса әйелдер де ойнап кетеді. Неге? Себебі шынымен де оңай ақша ғой. 1-2 рет ұтқанын көресің. Мен бір рет көргем, 5.000 теңгені, ол кезде мен больницада жаттым. 5.000 теңгені 400.000 теңгеге дейін көтерді ма, одан жоғарыға дейін көтерді ма, маған берген жоқ, бірақ оны. Менде аккаунттар бар ғой, соткаңды алып қояды. Ол кіріп қойғанымды біледі шығар кейде, кәрме дейді. Мен уже біліп атам бірдеңені не істеп жатыр деп. Кейін мамам айтатын тұғым, бірақ мама сондай болды. Бірақ ол ақшаны алмай шешпейді ғой ол. Оны көбейтем дейді да, 0 алып тастайды. Сол кезде қандай сезімдер болды сізде? Ұтыстарын көретін кезде? Қандай рахат деп. Содан іште пайда көріп қалғым келеді ғой. Сенде киім алып қалғым келеді. Сапар деген сол кезде, бірақ өтірік емес, бір алғанда кезде шынайы ғой, енді барлығы. Ешкімде періште емес қой. Мен де маған да берші, киім алғым келіп тұр деген сияқты, бірдеңе жегім келіп тұр деген сияқты. Сондай сұрайтын кейін өтірік емес. Соны көрген кезде менде қызығушылық та болады кейде. Папам айтады, сен де ойнап кетпей деп. Папа мынандай ғой, ондай неге қызығады сен, олар кішкентай сумманы үлкен қыла алады деп. Бірақтан минустары көп қой олардың. Ол бір машина алдым деп қуанды ғой. Шын, ол кейбіреулер постқа жазыпты да, өтірік. Зачем ол өтірік айтады? Ол шын. Бірақ ол қанша машинаның ақшасын ұтылды? Оны ешкім есептеген жоқ. 1 жылдың өзінде. Бүгінгі таңда енді
кейбір келіншектердің күйеулері енді ғана осы дертпен танысып жатыр, кейбіреуі қаншама жылдан бері осы дертті сезініп өзінен өткізіп жатыр. Қаншама отбасыда именно осы келіншектері қандай шешім қабылдап, бұл проблеманың шешімін мүлдем таппай отыр, білмей отыр. Сол кісілерге не айтар едіңіз? Енді бірінші айтатыным, қарызға кіріп кетпеудің бір жолы өзің кредитіңді бір алған алғашқы сомаңды төлемей ақ қойшы. Бірінші енді қарызға кіріп кетпеудің де жолын істеу керек қой. Жібер, бәрі менде де сондай болды. 2-3 айлап жібер, ешнәрсе алмайсың. Бәрі сен кредит алып, одан да зорғысына кетесің. Ал егер бұл отбасы үйленгеннен кейін барып ойнап жатса, енді күресу керек қой. Ол адамның үйленбей тұрған кезде күйеуінің қандай адам екенін көрді ғой ол. Қандай адам, сол адамды қайта оралдыруға тырысу керек. Менде шынына келгенде Сапар қандай адам деген менде білмеймін. Мен осындай қылып қабылдадым. Ал олар біледі ғой. Сразу ажырасып кет деп айта алмаймын. Шыда деп те айта алмаймын. Ол себебі оны бастан кешкен адам ғана көреді оның қандай қиын екенін. Егер ол адам қатты керек болса өзіне, оны емдетуге тырыс деп айтамын. Жолын тап, ізден. Бізде енді көрдік қой. Уже игроманияға қатысты терминдер уже мен соны үйрене бастадым. Сосын барып ажырасып кет деп айтпаймын енді. Сақтап қалуға тырыс. Енді отбасында бір игроман болатын болса, жасыруға тырысады ғой енді бүкіл отбасы мүшелері, игроманның өзі, бірақ жасырғанның өзінде де біліп отыратын адамдар бар. Өйткені қарыз пайда бола бастайды, сөз пайда бола бастайды. Сіз соны сезінген кезіңіз болды ма? Үйден сыртқа шыққан кезде, қоғамға шыққан кезде отбасыңызда осындай проблема бар екенін басқа адамдар біледі-ау деп бір басқаша бір сезімдер сезінген кездеріңіз болды ма? Мен шынымды айтайын ба? Ол өзін мойындаған жоқ қой енді. Ол ұялады. Мен ұялған жоқпын. Мен Сапар ойынға тәуелді адам дегенге ұялған жоқпын. Біреу айтса айта берсін. Себебі бұл қазіргі заманның дерті. Ұялатын нәрсе емес. Кезінде біздің әкелеріміз, әке дегенде көп кезіндегі адамдар ішкілікке жақын болды. Олар енді мүмкін ұялды ма, ұялмады ма. Сол сияқты бұл кісілер енді ішкіліктің заманында емес, ойынның заманында келіп тұрған адамдар ғой. Сосын бұл менің үйімде ғана дерт емес. Қарап сөйлесіп қалсаң, уже бір аттап екінші адаммен кездесіп қалсаң, ол үйде де осындай проблема бар екені біліп қаласың. Ал шындығына келгенде біздің таныс адамдарымыз осындай адам мен тұрмыс кеш құрып дедім ғой. Сондай екен ғой десе де, ойынға тәуелді адам екен ғой десе де, ұялған емеспін. Шынымды айтып, ешқандай да ұялмаймын да оған. Мен қайта оның жазылып кетіп, семьямызды енді қайтадан нығайтсақ екен деген, күшейтсек екен деген ой бар тек. Ұялатын нәрсе емес сияқты мен ойымша. Басқа отбасыларда осындай историяларды естіген кездерде қандай ойда болатын едіңіз? Басқа адамдар бөлісетін еді ғой. Бізде де міне отбасымызда осындай проблема болды. Менің басымнан кешкен нәрселерім ғой барлығы. Бір таңсық емес. Себебі әрқайсысының уже историялары бірдей ғой олардың. Білмеймін енді, орталықта Сапар айтады, орталықта жатқанда да 20 шақты адам болды. Ұнатты сіздердің орталықтарыңызда. Қызығушылығы жақсы. Сөз айтып жатыр да. Білмеймін енді, бір историялар. Уже айтып жатқан кезде ой мына қайталанып, менің өміріммен бірдей нәрсе қайталанып жатқан сияқты. Сосын айтам, қарызын жаппаңдар. Реті келсе емделуге қарай, соны емдеуге қарай. Қазір сендердің амалдарың бар кезде, мүмкіншіліктерің бар кезде емдеуге тырыс. Ол енді оңалту орталықтарында бәрібір бастапқы жасайды ғой, көмекті, алғашқы көмекті береді. Ең үлкен, сіз айтпақшы, ең үлкен жеңіс ол осы орталыққа емделуге келу. Екіншіден, өзінің игроман екенін мойындау. Ал ол қанша жыл өзін мойындаған жоқ қой. Қандай адам болса да өзін мойындамайды ғой. Ал одан кейін мойындайды. Сондықтан әрине емделу орталығына барсын.
мүмкіндік бар кезде. Былай айтады, намаз оқып қойып кетіп жатқандар бар. Мүмкін енді топырақты көпшілік айтады ғой, бәрі бірдей емес адамның. Қойып кетіп жатқандар да бар шығар. Тіпті намазын тастап қайтып ойнап кеткендер де бар. Сондықтан реті келсе мамандардан кеңес, білім алған дұрыс шығар. Әр проблеманың өзінің шешімін қарастырып беретін адамдары болады деп айтқыңыз отыр ғой. Мен сәл артқа оралайын. Сапармен таныс болмай тұрған әйгеріммен Сапармен танысқаннан кейінгі әйгерімнің өмірінде қандай өзгерістер пайда болды? Мен андай жұмысымды қатты жақсы көретін адам тұғым. Андай бір нәрсеге шығармашыл, андай бірдеңе ойлап, жарыстарға қатысып, егер танитын адамдар болса да, сондай нәрсені жақсы көретін. Уақытымның көбісін білімге арнауға тырысатын. Уайым, ондай кредитке де қатты жоламайтын адамдардың бірі. Алдыма мақсат қоятын тұғым. Бізде мамамыз андай ақшамыз ондай айлық аламыз, басқа алсақ та бізден андай ақша бер, анау мынау деп айтпайды. Бірақ сен ақшаңды қалай жұмсап жатқаныңды сәл айтып отыруың керек. Сөйтіп отырып мен андай барлығын жұмсап тастамауға тырысып, кішкене жинап қойып, машинады алдым. Мысалы, олдай машина алып, сондай қызығушылықтарым бар сонандай. Әлде бір докторантура оқығым келеді деген сияқты, магистратураны бітіргем. Сосын үйленгеннен кейін мен оның бәрі қояды ғой, бір ғана проблема шығады. Бірінші семьяңды реттеп алу. Бірақ сонда да енді болашақта мен әлде өзімнің мамандығыма байланысты өскім келеді негізі. Оқығым келеді, оқығанды білмеймін неге ұнатам. Бір нәрсеге ізденгенді ұнатам. Игромания ма, оны да бір іздеп ұстаймын. Бір нәрсеге қызығушылығым артама, соны андай жетілдіруге тырысатын адам. Қазірдің өзінде мен оны тоқтат деп айта алмаймын. Қазірдің өзінде кішкене бірдеңе уақытым болса, қарап, қазір бәрі дамып жатыр ғой. Соны дамытуға тырысамын. Әлде оны қоя алмайтын сияқтымын. 2 балам бар, оларға да жақсы ата-ана керек. Сонда тұрмыс құрғанға дейінгі әйгерім менің елестеп отырғаным бойынша көзі жанып тұратын, әрдайым бір жаңа тәжірибе жинауға, дамуға, білім алуға, ұмтылуға, сондай бір мақсаттары болған сияқты да. Бірақ кейін осы проблемамен тап болғаннан кейін сәл осы нәрселер 2-ші, 3-ші тарапқа кетіп қалған. Иә, өзімнің өмірім 2-ші тарапқа кетіп қалды. 3-ші тарапқа кетіп қалса, Сапардікі 1-ші орында тұр ғой. Бүгінгі таңда өзіңіздің өміріңізді сүріп жатырсыз ба? Иә, қазір өзіме қызығушылық, енді өзімді қайтадан 4 айда ма өзімді ғана не істедім ғой. Қазір білесіздер қандай. Мен ана курс сатып алмаймын, бірақ қарап алам да, соны ютубтан іздеп, соған уже мен уақытымды бөліп жатырмын. Мультик жасау деген сияқты. Шамәл өзімнің мамандығыма қатысы бар. Ізденістікке қайтадан шықтым. Себебі бұған дейін мен Сапармен тұрған кезде мүмкіншілік болған жоқ. Оның мінезі ауыр болады ғой, игромандардың. Всегда реніш, ашулы болу, өмірге өкпелі болу, даже көбісі өзіне өзі қол жұмсағысы келетіндер де бар екен, әйелдер. Ал мен енді оны ойлаған жоқпын. Бірақтан енді болашағым бұлыңғыр болып ажырасып кетсем ба, әлде отбасы сақталып қала ма? Осы өзімнің енді қалған қызығушылықтарыма қатты маңызды болған жоқ сан. Ертеңгі күнім қалай болады екен деген сияқты күмәнді күндер. Өте Құдайдан құтты күні ғой. Кеп мамаңның мазасын аласың. Мама ажырасам ау деймін, бітті. Өтірік емес, енді қолда жұмсайды ғой, ұрады. Оны айтып отыр, енді ұрған кездер де болды, қатты тиген соққысы да болды деген сияқты. Сол кезде ажырасып кетті, енді қатты көбіне менің де сондай ойлар көп мазалады ғой. Тыныш өмір сүргім келген сияқты. Бір кезеңдер болды сонда, иә? Иә. Ажырасу туралы көп жиі ойланып кеткен кездер, иә? Иә, себебі өмір сүруге мүмкіндік болмай қалады. Сол кезде ұстап аман алып қалған ол жаңағы ата енеңіз, иә?
отбасындағы ата-ана қолдау, ата-енемнің қолдауы, ата-енемнің әке шешемнің қолдаулары. бөліп жармаймын ешқайсысын. Мгм. А бір депрессивті күйге түсіп кеткен кездеріңіз болды ма? Депрессия ма? Түсіп кеткенде мен білмеймін, мынандай балаң бар ғой, қатты депрессияға түсіп кете алмайсың. Мен үш жылдың ішінде 2 өтпелі болдым. Яғни арасы қатты алыс емес. Депрессия, енді күнде жылау бар шығар, күнде жылап, сондай болған шығар. Мүмкін депрессияның не екенін өзім депрессияда жүрсем де, депрессияда жүрмін деп ойламаған да шығармын өзімді. Бірақ енді қиыншылықта ақшаның жетіспеушілігі деген да негізі бұрын маған ақша маңызды емес, махаббат болса болды дейтін тұғым. Жоқ, ақша да маңызды деп өту керек екен. Себебі барлық нәрсе ақшамен шешіліп тұр ғой. Балаңды да қадіратқың келеді, өзің де. Жұрттардың инстаграмды қарап отырамын да, жұрттардың бақытты болып жатқандарын көргім келмейді. Шынында қызығушылық па, қызғанушылық па, менде ондай нәрсе болған жоқ қой. Балаларын шығарып алып, гүлдер сыйлап жатқан сияқты. Енді сыйлаған шығар, сыйлады, сыйламады емес. Бірақ сонда да андай артық сыйлайды да, арты уже қайтадан сондай проблема басталып кете береді. Сондай сыйлықтар беретін кездерінде артынан бірдеңе болатын сияқты бір күмәндар пайда болған кездер болды ма? Күмән. Бекерден бекер исламып тұрған жоқ, артынан бір проблема келетін сияқты деген сияқты. Бізде проблема почти көп болды. Андай, ертең проблема келеді, арғы күні деп күтіп отпайсың. Кез келген уақытта келе салады. 5 айдың шамасы болды. Сапар қазір тазалықта. 4 ай ол жатып емделгені бар, және шыққан уақытысы бар. Қазіргі қарым қатынастарыңыз қалай? Көңіл бөле ме, хабарласып тұра ма? Жалпы жоспарларыңыз қалай? Бірге ақылдасасыздар ма қазір? Әлде тек қана бұрынғыдай ешқандай өзгеріс жоқ па, әлде өзгеріс бар ма? Сол жөнінде айтып берсеңіз. Шүкір Аллаға, бар. Ақылдасамыз. Мында жоқ, мелочь нәрсенің өзін ақылдасамыз. Андай ұнайды оның ше сондай үйтсей, бүйтсей деп, ол негізі күшті нәрселерді айта алады. Сен андай істесе, үйтсей, оның андай ақылын да аламын. Өзгерістері бір күні мынандай нәрсе қатты маған өзіме қатты әсер еткені, орталықтан келгеннен кейін 4 айдан кейін мен мамамызға барып келе жатамыз, 2 дизи аламын да. Мә дизи ішсем ғой, сөйтсем мен ішпеймін, бұл триггер ғой дейді. Мә молодец, оны ішкен жоқ. Сөйтіп 2 дизиді өзім ішіп аламын. Бірақтан риза болдым да, өзіне қойған нәрсесін, уже ол қазір өзіне қойған нәрсесіне сіз жоқсыз ғой, олар жоқ қой деп отқан жоқ қой. Өзіне өзі жауап беріп отыр. Өзіне деген жауапкершілікті алып отыр. Яғни уже ода жауапкершілік деген уже басталып жатыр деген сөз. Тағы басқа қандай? Мені міндетті түрде менің жағдайымды сұрап тұрады қазір. Телефонда тұрған кезде кішкене дауысым өзгеріп кете ма? Че сен бүгін настроениең жоқ па не дейді. Ал оған дейді, сен настроениең деген шаруасы жоқ қой. Неге көңіл күйің жоқ? Шамәл көңіл күйіңді көтеріп алсай, енді суши жегім деп тұрсаң, алып жесе деген сияқты. Қалай настроениең жақсы ма деген сияқты. Бар, Аллаға шүкір, негізі бар. Үлкен үмітіңіз пайда болды. Бар, үміт пайда болды. Үміт бір сөнейін деп қалған кездер болды ма? Болды. Қандай ситуацияларға байланысты болды ол? Ең соңғы Астанаға кететін кезде біткен шар осы, мен барлығы біткен шар дедім. Мен айттым ғой, сотканы алғым келген жоқ. Мен көмектеспеймін, енді көңіл қолдау бермесем екен. Бұл жағдайда 2 жағдайда кетіп тұр. Не барлығы бітеді осымен, немесе уже 2-ші жағы шешіліп кетті. Сіздерге оңалту орталығына барып, маған үлкен көмек, оған да үлкен көмек болды. Бірақ ол Астанаға басқа жоспармен баратқан кезінде. Былай болады, жұмыс істеймін деп. Астанаға барған адамға 2 қолға бір күрек табылады. Шынайы мен ойлаймын, сапар анасы, баласы дегенде де шынайы өзінде сондай андай ішінде мен емделейінші деген сезім болмағанда, ол жұмыс тауып алып, қойшы мен жұмыс істей берейін, мен қарыздарымды кім төлейді деген сияқты, ол сондай нәрсе істейтін еді. Айко дейді мен. Айко мындай жерлерде жұмыс табылып тұр. Айлықтары 400-350 мыңдай екен. Сосын айтым, сапар, сен жұмыс істедің ғой,
сол ақшаны жарата алдың ба өзіңе, немесе бізге қарызыңды жаба алдың ба деп мен айттым. Жоқ. Сондықтан емдеуді жарайды, мен емделемін, сізге өзі қайта хабарласты. Ол маған да жіберіп отырды. Жаздым. Ол сізде сразу таңдалмайтын, іріктеуден өтетінін де білді. Алғашқы видеоны да шынайы барлығын ашып. Ешкім де оны бара бермейді ғой, жүрексін. Сондықтан оның ең үлкен ерлігіне алғыс айтамын сондай. Сол кезде үміт пайда болып бастады сізде, иә? Өзі сондай шешім қабылдап, келісім бергеннен кейін. Жаңағы қарыз мәселесі ғой. Енді кез келген игроманы бар отбасыда ең ауқымды мәселесі, ең үлкен проблемасы ол қарыз ғой. Тек қана бір адам емес, бүкіл отбасы мүшелері қарызға кіріп кетеді да. Және басқа адамдарға қарыз болып қалған кездері болған шығар енді. Сол адамдар сіздермен бір байланысқа шыққан кездері, сіздерге қысым көрсеткен кездері болды? Қысым көрсеткен жоқ, бірақ мен міндетті түрде байланысқа шыққан кезі болды. Себебі біздің оның адамдары ортақ таныстарымыз болып шығады. Алғашында енді шынайы қажет ететін, енді жұмысқа кірген кездері көмектесіп қарызымды енді жауып жіберуге тырыстым. Ол әртүрлі адамнан алады ғой, жас баладан да алады деген сияқты. Оны ол адамды таяп тұрасың ғой сосын. Ал ол кейбір өтірік айтпай қойған, кейбіреулері түсіністік танытты бұл адамдарда. Сапардың емделіп кеткеннен кейін өзі төлейді деген сияқты. Бірақ маған шыққан басында бір өтірік нәрсе сияқты болып көрінді оларға. Ол өтірік айтпа, ол Сапар емделіп жатқан жоқ, бұл өтірік нәрсе ғой деп айтқандар да болды. Мен айттым, жұмысқа шығып жатсам, енді мен біреулер де болды айтқанды, милицияға шағымды арызданам. Біздің WhatsApp желісінде мынандай жазған жазбаларымыз бар деген сияқты. Кері әсерін тигізбей ақ қойшы, жұмысқа шықсам мен төлеймін деген сияқты. Бірақ ол адамдарды түсіністікпен қарап кетті. Бұның шынайы екенін білді ғой. Енді әртүрлі видеолар салынды ғой Инстаграмға Сапардың қатысуымен. Комментарийлерге қандай реакция болды сізде? Вот сол нәрсе менің ішімде тұрды. Комментарийдің біраз ең алғашында да жаман сөздер жазады ғой. Мен емес, әйелдері сол кісі Сапармен тұрған солар сияқты. Мен оны қалай қабылдадым? Ол отбасында да осындай жан бар. Яғни ол отбасындағы сол жанға айтылмаған сөздерді посттың астында Сапарға жазып отырды деген сияқты қабылдадым. Сондықтан мен оны ауыр қабылдаған жоқпын. Яғни өзінің баласына, бауырына, күйеуіне айтылмаған сөзді сол жерге жазып отырды. Яғни сіздің көбіне историяңызды немесе посттарыңызды кім қарайды? Осы жағдаймен таныс адам, үйінде ойын ойнайтын адам бар адамдар қарайды көбіне. Сондықтан көбісі айтады ғой, өтірік емделмейді. Алғыс айтып жатқандай. Одан кейін қазіргі кезде көп адамдар қолдауды күшті көрсетіп жатыр да, оқимын да. Сол кісілерге көп рахмет. Ол отбасыларда да осында кішкене қиыншылық болады, кішкене емес, үлкен қиыншылық болатын болса, шешіліп кетіп, оңынан шешіліп кетуге өзім тілекшімін. Ол кісілердің қолдауына шынымен алғысым шексіз. Ол жалғыз Сапарға да қолдау, ол қарап қалса, көрсе, өзіңді қолдау. Ол енді 10 қадам басып жатыр ғой, өзін өмірін өзгертуге тырысып жатыр ғой. Енді жақсы жаз деп айтпайсың ғой ешкімге, немесе жаман жаз деп. Бірақ енді сол алғысымды айтамын ол кісілерге де, жақсы жазып жатқандарға. Ал жаман жазып жатқандарға, үйлеріңізде осындай адам болатын болса, жазылып кетсін деп, оларға да. Емдету орталығына келсін деп болмаса. Толықтай келсем, жаңағы негативті жазатын адамдар, оларға да бір триггер болып тұр ғой бұл видео. Олардың да бір жарақаттарына тиіп кетіп жатыр да. Тікелей айта алмағасын сол комментарийда жақсы площадка сол жақта айтуға болады. Енді басында маған да ол нәрсе бір әсер беретін, бір сезімдерімді оятатын. Кейіннен мен де енді оны қабылдай бастадым. Аса бір мән бермей кеттім кейіннен кейін, бірақ түсіністікпен қараймын ол кісілерге де. Оның да мүмкін қажеті бар шығар, ол кісі соны жазу арқылы мүмкін сәл де болсын жеңілдеп қалған шығар. Соны менде де тура сондай, даже қатты реніш те болған жоқ. Бірақ кейбір комментарийлар қатты ауыр кетіп жатса, бір соған ответ қайтармай қоймаймын ғой, отырып.
Мгм. Сенің үйіңде де осындай біреу бар шығар иә деп. Мгм. Қайтесің енді сонда да адам жақтап қалу керек қой. Мгм. Енді мынандай сұрағым бар. Осындай подкастқа кез келген адам келісім бере бермейді. Енді білмеймін ғой, әртүрлі себеп бар. Жасырғысы келеді, көрсеткісі келмейді, ұят дейді. Себеп көп. Бірақ сіз көп ойланбай өзіңіздің келісіміңізді бердіңіз. Соған не түрткі болды, не итермеледі? Осы подкаст арқылы бәлкім бірдеңені жеткізгіңіз келген шығар. Сол да маған да және көрермендерге де қызық деп ойлаймын. Бағана ұят демекші, ұятын жасырған адам өледі ол адам. Мгм. Сондықтан ешнәрсенің ұяты жоқ. Бұл қазіргі қоғамның дерті. Бұнымен күресу керек. Яғни бұл ойындарды біз ешқандай да жаптырып тастай алмаймыз. Қолымыздан келсе, мен ойлайтын, неге осы үкіметтің алдына барып соны айтпасқаннан жауып таста. Бір кәдімгі біраз үйдің қасіреті ғой қазіргі. Не осы қасіретті естімей отырған адамдар жоқ емес, жоғарыда отқандар естіп отыр. Бұнымен даже депутаттар да бар. Осыны бір депутат бар әйтеуір есімде көтерген. Мгм. Бірақ оған күшіміз жетпеді. Хотя бы емдету орталығына әкелуге күштеріміз жетеді. Неге келісімімді бердім? Мен үшін біріншіден айтайын, ұят емес. Екіншіден, мен де алғысымды айтам. Біз тегін емге енді жеңіп алдық па, іріктелдік па? Сіздердің орталық басшыларыңызға, Нұрсұлтан мырзаға, сізге осы себепші болғаныңыз үшін. Тағы да маған бір кісі бар, әлі де айтам, адиктолог, аты Әділет деген. Ол кісіге де алғысым шексіз. Шын, сіздерде қарап отырсам, жұмыс істеген адамдар кезінде осы игроманиямен тәжірибесі бар адамдар, басынан өткен адамдар, игромания, наркомания болса да, олар адамды шынайы түсіне алады да, біз түсінбеген нәрсені түсіне алады. Сол қолдау, олардың көрсеткен, менің қолдауымнан көрі, сіздердің көрсеткен қолдауларыңызда нағыз мамандардың көрсеткен қолдауы бір ерекше сияқты. Яғни Сапардың өміріне оң өзгерістер әкеле алды. Және бізге де білім беріп жатқан Жамиля деген ханым бар. Абылай деген, Абылайхан ба? Абылайхан деген кісі бар. Бір лекциялары өте күшті, позитивті да. И сосын тағы да бір кісі, Ідріс. Мен қарап тұрсаңыз қазақша нелеріне қаттымын енді қызылордалықтарымыз ғой. Сол кісілердің де лекцияларына, ол Сапардан бөлек өзімді мен, яғни өзімнің психологиялық емделу керек, бірінші очередке өзімді қоюым керек екенін маған түсіндірген ол кісілерге де рахмет. Даже айтайын, бұл жерде тек игроманның немесе тәуелді адамның өміріне ғана қатысты нәрселер ғана беріліп жатқан жоқ. Біз балаға қалай тәрбие беруіміз керек, ондайда лекцияларыңызда сіздердің отбасын қалай құру керек, ондайда да ақпарат беріп жатыр. Біз балаға келеміз да, осы сіздердің лекцияларыңыз айтты, эмоциясын біз кішкентай балаларымызға әдемі шығаруға рұқсат етпейміз. Жылап жатса жылама дейміз. Қатты бірдеңе қылма, ондай адам кім, қандай адамды алып келеді, немесе ұят болады деп бағанағы созависимый адамды алып келеді. Осы тәрбие екен, оказывается. Сондайға, енді өзімнің болашақта мен екі қызымды қалай тәрбиелеу керек екеніне де маған не беріп жатыр, бағыттар беріп жатыр. Отбасы қалай құрылу керек. Дисфункционалды деп айтты ма Жамиля ханым, сондай. Яғни отбасында барлық нәрсе ашық талқылану керек. Сіздердің отбасыларыңызда бұндай проблема болмаса, өздеріңіздің балаларыңызбен ашық отырып тілдесе біліңіздер деп айтам. Яғни осы игроманияның алдын алудың бір жолы. Сондықтан сіз тағы да мен как будто сіздердің орталықтарыңызды бір мақтап кеткендей болып жатырмын. Мақтап отқан емес, шынайы нәрсе ғой. Сіз қосымша ақпарат алғыңыз келсе, өзіңізді емдегіңіз келсе, үйдегі адамды емдегіңіз келсеңіз, онда осындай орталықтарға келулеріңіз керек. Мен даже тек мына сау клиник деп жатқан жоқпын ғой, негізі айтып жатырмын. И менің шығуымның бірден бір себебі сіздердің орталықтарыңызға, басшыларыңызға, барлық мамандарыңызға алғыс айтуым, біздің өмірімізге, отбасымызға сенім мен тыныштықты қайта келгендеріңіз үшін алғыс айтам. Бізде уже басталып келе жатыр. Бір-бірімізге сену, аздай уақыт болса да
тыныштық болу, және шындығына келгенде мойындау керек, бұл игромания бұл как будто бір күнде пайда болған нәрсе емес қой. Реабилитацияға жатты, қойшы, ол қайтадан ойнап кетеді, қоя сал деп жатады. Жоқ, бұл менің жағдайымда 15 жыл, яғни созылмалы рецидивті ауру деп аталады. Созылмалы қайта қозатын, соны қайта қоздырмаудың, қайта срывқа кетірмеудің жолдарын да түсіндіріп жатыр сіздерде. Яғни көп нәрсе айтып кеткен сияқты. Күшті айтып жатсыз. Сондай, соның да жолдарын емделіп шыққан адамның, немесе үйіңізде бар шығар, өздігінен қойып кеткен адамдар, соны қайтадан қалай срывқа жібермеу, қайтадан ойнап кетуге жібермеу, оны да бізге үйретіп жатыр лекцияларыңызда. И тағы да бір айта кететін нәрсе, ол лекция шынына келгенде сіздер бір барлығы көре алатындай не беріп қойғансыздар, мүмкіндік беріп қойғансыздар. Егер соны көруге де болатын сияқты, мен қарап отырсам, мен басқа бір ғана емес, менде не көп қой, аккаунттар, все қарасам тіркеліп көре беруге болады. Бір нелеріңіз жақсы жері сол екен. Рахмет, бір жүрекке тиетіндей қылып айттыңыз да, жаңағы алғыстарыңызда. Үлкен рахмет. Енді осы сәтті пайдаланып, мен де осы 101 жаңа өмір жобасына атсалысқан, белсенділік танытқан, жүгірген, әрекет жасаған жандардың барлығына рахмет айтқым келеді. Ол өте құнды, ол өте бағалы. Кейбір адамдарға, мүмкін бұл проблемаға қақтығыспаған адамдарға бұл жай дүние шығар, осы проблеманы бастан кешкен адамдарға бұл үлкен бағалы дүние. Осы сәтте мен айтып кетейін, бұл проект аяқталмайды бізде. Бұл жоба әрмен қарай жалғасады, жалғасын табады. Басқа да осындай проблемаға тап болған отбасыға біз қол ұшын созуға дайынбыз. Жақын арада бұл проектті қайтадан жалғасын табатын болады. Енді отбасыларыңызға бірлік, береке, татулық, тыныштық орнағанын естіп отырып, мен де шын жүректен қуанып отырмын. Сапар енді өзімнің бауырымдай болып кетті. Бірінші күннен бастап, танысқан күннен бастап жүрегіме жақын тарттым. Керемет жан, керемет жігіт. Өмірде кім қателеспейді, ер жігіттің басына не келіп не кетпейді дейді ғой. Бастысы осы проблема мойындалды, осы проблеманың шешімі табылды. Бір қараңғы түнектің ішінен бір жарық көріне бастады. Енді бағытымызды көріп отырмыз, мақсатымызды, жолымызды көріп отырмыз. Ол да бір қуантарлық жағдай. Сізге де үлкен алғысым бар. Сізбен де шынайы танысқаныма қуаныштымын. Әкесімен де таныстым. Өте керемет отбасы, керемет жандар. Қарапайым отбасы, өзім сияқты. Мен де қарапайым отбасынан шыққам. Қазақтың жігіттері көбірек өз-өздеріне сенімділікті арттырып, бұл проблеманы қабылдап, осының шешіміне қарай атсалысса деген менің ізгі ниет тілегім бар. Енді аман сәлеміміз осыдан кейін түзу бола берсін, араласа берейік, жақсы қарым-қатынаста бола берейік. Осымен бүгінгі подкастты, бүгінгі ашық сұхбатты аяқтайық. Жақсы күндерде жолыққанша.